Ибн Сирин түсінде көліктерді көрудің 100 маңызды түсіндірмесі. Егер жүкті әйел түсінде әдемі көлік айдап келе жатқанын көрсе, бұл босану процесінің еш кедергісіз жақсы өтетінін білдіреді. Егер жүкті әйел көліктен қорқатынын көрсе, бұл оның үлкен қорқыныш пен қорқыныш сезімін сезінетінін білдіреді. Үлкен көліктер еркектердің дүниеге келуіне әкеледі. Әр адамның назарын аударатын әдемі көлікті көрген жағдайда, бұл түс көрушінің өте әдемі бала туатынын білдіреді. Тозған көлікті көру бұл армандаушының отбасының қаржылық жағдайының нашарлауының дәлелі. Көптеген көліктер туралы арманның интерпретациясы армандаушы өмірінде кездесетін барлық мәселелердің түпкілікті шешімін тауып, жаңа кезеңге қадам басатынның дәлелі. Егер армандаушы көптеген көліктерге қарап бақытты екенін көрсе, бұл оның өз аймағын тастап, басқа жерге көшетіндігінің, қиындықтардың және оларды жеңе алатынның дәлелі. Түсінде борышкерлерге қымбат көліктерді көру, оның барлық қарыздарын өтеуге жеткілікті ақшаға ие болатындығын білдіреді. Сәнді көлікті абайсызда жүргізу түс көрушінің көп ақша жоғалтатынын және қаржылық дағдарыстың жалғасатынын білдіреді. Түсінде көлік соқтығысып қалуды жору бұл түс көрушінің көптеген қиындықтарға тап болатынының белгісі. Сонымен қатар оған жаман жаңалық келеді. Кімде-кім жол апатынан аман қалғанын көрсе, бұл оның жол апатынан аман қалғанын көретініне дәлел. Түсінде көлік сатып алу бұл түс көрушінің әрқашан өзін және өмірін дамытуға ұмтылатынын және мақсатына жету үшін әртүрлі әдістерді қолданатынын білдіреді. Түсінде көліктің бұзылғанын көру армандаушының өмірінде көптеген кедергілер мен қиындықтарға кезігетінін және өмірлік мақсаттарының ешқайсысына жете алмайтынының дәлелі. Көліктің бұзылуы армандаушының көптеген маңызды мүмкіндіктерінен айырылатынын көрсетеді. Оның өмірін жақсы жаққа өзгертіңіз. Алла тағала армандаушыны жақында қабылдаған ойланбай шешімінің нәтижесінен сақтайды. Ерлі зайыпты әйелдің түсінде көліктің істен шығуы оның отбасылық өмірінде көптеген қиындықтардың болатынын көрсетеді және бұл оларды жеңе алғанша шыдамды болуы маңызды. Кімде-кім өзінің көлігінің істен шығып, жолда ұзақ уақыт бойы тұрғанын көрсе, оған көмектесетін біреу болмаса, бұл армандаушының арманының орындалуын ұзақ уақытқа кейінге қалдыруға тура келетінінің белгісі. Өмірінде кездесетін кедергілерге байланысты уақыт болса, ал бұзылған көлігін жөндей алатынын көрген адам армандаушының қолынан келетінін көрсетеді. Түсінде көлік жүргізу бұл армандаушының әртүрлі мақсаттарына жету үшін өзімен үнемі күресетінін білдіретін жағымды көріністердің бірі. Ал көлік жарысындағы жеңіс армандаушының өмірінде кездесетін барлық кедергілерді жеңетінінің дәлелі. Түсінде көліктерді өртеп жіберу бұл түс көрушінің бір жерге саяхаттауда армандайтынының белгісі. Бірақ ол көптеген қиындықтарға тап болады және жолға шыға алмайды. Кім көлікті өзі өртеп жатқанын көрсе, бұл оның күйіп кеткендігінің белгісі. Кімде-кім өзін көлік жөндеу шеберханасына бара жатқанын көрсе, өміріндегі қиындықтарды жою үшін бар күш-жігерін салып жатқанын көрсетеді. Ал Ибн Сирин аянда жақсылыққа жақындау туралы жақсы хабарлар бар екенін растады. Түсінде жасыл көлікті көру армандаушының оң энергияға толы екенін және жақын болашақта барлық мақсаттарына қол жеткізе алатынына сенімді екенін білдіреді. Қызыл көлік көрген жағдайда армандаушы өтірік айту және басқаларды кемсітуге ұмтылу сияқты жақсы емес сипаттамалар тобымен сипатталады. Көлік сұр түсті. Бұл армандаушы әрқашан шатасудан басқа өзінің өмірлік мәселелерін басқара алмайтынының белгісі. Автосалонға бару жақсылық пен күнкөрістің жақындағанның белгісі. Кімде-кім өзін жаңа көлігін сатып, ескі үлгісін алғанын көрсе, бұл пікірдің жағдайы нашарлайтынның дәлелі. Ал кім түсінде полиция көлігін мініп жүргенін көрсе, мұның өзі ол адамның ақша табуына дәлел. Кімде-кім өзін ескі көлік мініп бақытты болғанын көрсе, бұл белгі түс көруші өз өміріне толық қанағаттанбайынша Алла тағала оған көптеген жақсылықтар береді. Осымен бүгінгі түс жору шығарылым аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, тағы қандай түс жору шығарылым шығарғанымды қалайсыздар, комментке жазып қалдырыңыз.